Кеше Ақтөбе облысынан, Ақтөбе қаласынан шығып кеттік осы ойылға қарай. Ойылдың жағасын түгел ескерткіштерді аралап, анықтап, кеше түнде ойыл ауданының орталығына жеттік. Бүгін ойылдың орталығында Көкжар жәрмеңкесі деп аталады. Қазіргі жанында мешіті бар. Мешітін аралаймыз. Ойыл ауданы өте бай тарихи мәдени табиғи ескерткіштерге. Біздің артымызда Барқын құм, Барқын орманы. Міне қараңыз. Қандай әдемі. Мына ойыл енді ойыл жері қуанышымыз айтқандай тарихи ескерткіштерге, табиғи табиғаты мол әдемі жер. Мына енді алдымызда тұрған Барқын құмы, Барқын орман деп аталады. 18 ғасырдың аяғында, 19 ғасырдың басында салынған. Бірінші талдар егілген, құм тоқсату мақсатында. Содан қазір өсіп өніп, берсейіп қазіргі Қаратал ауылына дейін өсіп өніп сөзге дейін жетіп тұр. Жалпақтығы 6-7 шақырым шығар, ұзындығы бір 20-25-30 километрге дейін. Осындай міне ойыл табиғаты. Ойыл аудан территориясы ойылдан солтүстік-шығыс бағытында 7 километр қашықтықта. Үлкен биік төбенің басында бұрын топографиялық картада Ақмола деп аталған, қазір жергілікті жұрт Қаңқай деп атайды екен қауымды. Алғашқы бірінші ішінде кездескен осы құлпытасты оқыдық. Бұл Шеркеш руының Кестен тайпасының тиесілі құлпытас екен. Ақмола болған себебі бұрынғы қауымда ана ақ тастан, ақ борлы тастан үлкен төбелі тамдар болған. Қазіргі желдің, табиғаттың әсерінен жермен жексен болып жатқан. Сондықтан Ақмола деп атаған. Мына батыс жағымызда Барқын деген құм көрініп тұр. Барқын массивті құм және жиегінде құм көшпеу үшін қарағай ағаштар отырғызылған екен. Өте керемет көрініс мына биіктен. Қай жылда қайтқан? Бітке. Мына құлпытас Мәмметей ме? Бітекім. Бітекейұлы Уфат дейді. Уфат болды 1880 жылы. Көп тұрды. Шұртайын бар.
жағында үлкен биік төбенің басында барқын құмның жиегінің жанында Сауыр деген жер, бұлай картада Қарамала деп аталады. Орын мына биіктегі жерленген адамдар ожырай кетелер екен. Ожырай кетелмен қалмау болды ғой. Не ағып жатыр су, ане қара. Ане. Иә, ойылға ағады ғой. Мынау Исатайдың ауыл шаруашылығы. Керемет жер екен. Мына жерде қазды ұстауға болады екен, Қуырдақты деген өзен, балық аулап отыр. Жалпы керемет жерлер екен мынау, Ар жағы барқын құмы. Bir balık ısladık. Terin özeni eкен. Oy. Мына жерде балық толып жатыр ғой. Ағысы бар екен. Шегірткеге балық аулап отыр. Kete uruğu da kayın ekeni жазылыпты. Бұл жерде бір әліп болып кетіп қалды. Жұлдыз, кете ұруы жұлдыз. Жұлдыз кете дейді ғой, бөлімі ғой. Жұлдыз тайпасы. Мына Б. Базыл деген, бізіл. Базыл қалалы күміс дейді. Мына жердегі де жазу кетіп қалды. Күміс. 71 жасында шым қайтыс болған. Мынау баласы деген сөз болу керек. Бір әріп түсіп кеткен. Қатбай Уфат дейді. Сөздің баласы да қайтыс болған. Қатбай Уфат 43 жасында 1866 санда яздырды. Ағасы, міне енді ағасының аты. Кетіп қою керек пе ол үшін? Жұлдыз кетелер болды оған. Көзсі жұлдыз кете өтіп тұрған. Ағасы Айтбай деген әй. Кете ұруы Айдар тайпасы. Тайпасы. Арал аймағы. Аралдың тұқымдары Ана жерде арал деп тұр ғой. Арал батыр. Мұңа. Маңай, меңай. Маңай би дейді. Маңдай мекен, маңай би. Аралдың шыңғарау керек, маңай. Би баласы. Бекен Уфат 78 yaşında 1852 санда. Айдар кетеді, Арал тұқымы. Арал аймағы. Арал аймағы деген. Бөлімі тарабы дегенде қабір кересен
осы қабырға келсең дейді, дұға оқып кет деген. Кетеу руы Айдар Арал тайпасы. Бұрыз Наурызалы Міне ол батыр. баласы, Наурызалының баласы. Жалфир дейді. Жалфара баласы. Нүкте ме? Нүкте ғой. Шынжырбек Уфат 28 жасында 1847 санада яздырды ағасы Құлмұхаммед. Бұл Наурызалының баласы болды, немересі болды. Жалфырдың да баласы Шынжырбек деген баланың қолы. Кете ұруы Мама Түйте деген бола ма? Мама Түйте тайфасы. Қыдыралы баласы Көптілеу мырза Уфат 11 жасында. Қылдырды ағасы. Кетеу руы Әлмембет тайпасы. Тасмұрат Есірі Сейіт дейме, Есірі Сейіт қалалы Айна бәйбіше Уфат 52 yaşında қылдырды баласы Әжет мырза 1845 санда. Кетеу руы Сейіт тайпасы. Жақсыбай Елемес баласы Уфат 52 жасында. Жаздырды інісі Толыбай. Жылдар жоқ па? Жоқ. Қайда жылдар? Неге жазбаған? Кетеу руы Алтай тайфасы. Жұлдызбай бөлімі Көбес баласы Аманбай Уфат 50 yaşında 1877 жылы. Яздырды ағасы Төнен дейді. Кетеу руы Әлмембет тайпасы Алтай аймағы Ерубай баласы Құлмұхаммед Уфат 43-де 1870 санда қылдырды баласы Аяулы дейді. Аяулы мырза. Кете Әлмембет тайпасы Қойшман баласы Малдығұл бай дейді. Уфат 34 жасында 1875 жылы дейді.